Всем привет! Өзбекстан еліне және Ташкент қаласына дайындалайық. Бірінші менде толстовка және осындай шалбар, сосын қалпақ және зейне. Сағат түнгі 4-те осы киімдерді киіп дайындалып жатырмын. Міне өте әдемі болып тұрмын, иә, өзіме ұнады. Осы Ташкент қаласына бірінші рет барып тұрғандықтан, сіңілім екеуміз 2 күндік тур алған болатынбыз. Бетіме SPF жағуды жөн көрдім. Өйткені қыстың күнінде бетімізді қорғап жүрміз керек. Біз азанғы 5:30-да шығып кеттік. Сол күні ұйықтаған жоқ едім. Сондықтан кішкене қиындау болды. Айтпақшы, Өзбекстанда TikTok жасамайды екен ғой. 2 күн бойы TikTokқа кіре алмай қиналып кеттім. Кәдімгідей TikTokқа үйреніп қалған екем, қайта басамын, көрінбейді даже. Осылай әдемі болып дайындалып, бетіме негізі макияж жасаған жоқпын, тек қана ернімді ғана боядым. Дайындалым көп уақытқа созылып кетті ғой негізі. Мына мисті сепе салғам ғой үстім бәріне. Но былай қатты иіс шықпайды, но нормально сәл свежий болып тұрғым келген ғой. Осы бас киімді маған құралай сіңілім берген, но мен бұны Өзбекстанда жоғалтып алдым, оған қарыз болып қалатын болдым енді. Құралай сіңілім білмейді, енді осы видеодан көретін шығар. Осылай әдеміреп тұрып дайындалып шықтым. Пока-пока, осымен бітті. Достар, тіркеліп қойыңыздаршы.